Әңгіменің соңғы бөлімі. Шіркіннің жүйрігін-ай, тіпті аяғы аяғына тимейді. Үстіндегі ақ кебіні желмен желпілдеп жүгіріп келеді. Жалаңаш денесі жарқ-жұрқ етіп зуылдаған жүйрік көліктен қалар емес. Біраздан соң оранған шүберегі ағытылып жерге шұбатылды. Ақыры көзінің аңғары үңірейген тістері ақсиған құлақ, мұрнынан жұрдай қу қаңқа көлікті қуып жетіп, кесе көлденең тұра қалды да, менімен бірге жүр, бол кеттік деп бұны қолынан тартқыласын. Қолы қандай таста еді, ысқырлаған қу сүйек. Оның көк темірдей шеңгелінен қалай құтыларын білмей, қол-аяғы ербеңдеп жанталасы арпалысып жатып оянып кетті. Бірақ дүк-дүк етіп кеудесін ұрған асау жүрегінің дүрсілін басуға дәрмені жетпей, жаны мұрнының ұшына келсін. Таң ағарып атқанша көрген түсі көз алдына келіп, қанша ойламайын десе де миында шыр айналып тұрып алды. Сәлден соң ұйқы ашар сағат шырылдап қоя бергені. Ол сол дыбысты арқаланып орнынан атып тұрды. Бойындағы бар батылдығын жиып алды да, төсегінің арғы басына еппен көз қиығын тастады. Шынымен біреу көрпесін тарс бүркеніп, мұрны пысылдап ұйықтап жатыр екен. Жүрегі аузынан шығып кете жаздасын. Өлгеніне бірер ай болған адам көрден шығып үйіне келіп, таң атқанша өз төсегінде ұйықтапты дегенді өмір естімеген ол, о құдайым, ақылым ауысып кетпесе жарар еді деп, көзін тарс жұмып, көкке қарай қолын жайып, ішінен ұлы жаратушыға жалынып, жалбарына бастады. Кереует тағы сықырлағандай болды. Дереу көзін ашып жіберіп төсекке қайта қараған. Сүп сүйкімді башпайлар көзіне оттай басылсын. Тырнақтары күрең түске боялған таныс башпайлар. Басын тарс бүркеген балаусақ қызы ыстықтап, көлдей көрпені теуіп тастаған ба, жіп-жіңішке түп-түзу бір сирағы сәл ашылып қалыпты. Майя Борисовнаның қуанғаннан көзіне жас шығып кетті. Қазақтардың қорыққан мен қуанған бір дейтіні рас-ау сасқанынан. Тұр, тал түске дейін жата бермей, сабағыңа кешігесің деп қызына айғай салсын. Ой, мам, бүгін демалыс емес пе? Адам бір алаңсыз ұйықтайын десе, не болды сонша айғайлап? Альфия әрі қарай аунап түсті де, қайтадан мұрны пысылдап, татты ұйқыға шым батты. Майя Борисовна соңғы күндері мүлде ұйқыдан қалды. Көзі ілінсе болды, шытырман түстер көреді. Басы да аяғы да жоқ, ылғи бір үрейлі түстер. Үсті басы қызыл алақан. Марат сүйретіліп үйге кіріп келе жата ма, Құдай-ау, сен қанымның түгел ағып кеткенін күтіп отырсың ба? Неге маған жедел жәрдем шақырмайсың деп ренжиді екен. Бүгін де бастырылып жатып, ұйқысынан әзер оянды. Қызы сабаққа кетіпті. Жалғыз өзі кофе қайнатып, таңғы асын ішкелі отырған. Кенет ыдыстағы қою қоңыр кофе емес, Мараттың ып-ыстық күрең қаны секілді сезінсін. Аузына апара бере лоқсып ваннаға қарай тұра жүгірді. Түнімен дұрыс ұйықтай алмаған соң ба, түймедей нәрсе көзіне түйедей боп көріне бастады. Ет асса тап бір күйеуінің етін пісіріп жатқандай болады. Бір түйір ет жеуден қалды. Жалғыз қалса дереу марқұм Маратының елесі жанынан табыла кетеді. Күннен күнге жүдеп жатап, көзі шүңірейіп, жағы қушиып, қу сүйегі ғана қалған Майяны тек жұмыстары да, көршілер мен таныстары да іштей қатты аяйтын. Ата-енесі де анда-санда үйге келгенде оның тірі аруаққа айналған түрін көріп, о дүние-ай, екеуі бір-біріне өлердей ғашық болып еді. Қандай қиындықпен қосылды. 25 жылдай бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір кешті. Бұл байғұсқа сүйген жарынан айырылу қандай оңай болсын деп аяушылықпен қарайтын. Сосын айналайын, өлгеннің артынан өлмек жоқ, тірі адам тіршілігін жасайды. Мына жалғыз қызыңның қызығын көруің керек. Қайғыға бұлай беріле берме, оның түбі мен шеті де шегі де жоқ. Өз-өзіне қара, дәрігерге көрін деп жалына бастады. Оның өзі де дәрігерге қаралып, ем-дом алмаса жағдайының жақсармайтынын түсінді. Қашанғы ұйықтататын дәрімен жүрсін. Жеке тыныштандыратын дәрі-дәрмекке сүйеніп кетсе, халі не болмақ? Амал жоқ, қызын ата-әжесінің үйіне жіберіп, жұл-құстары жылы жаққа қайтып жатқан кезде өзі де жеке ауруларына арналған аурухана табалдырығын аттады. Ауыр қайғыдан қан жұтып, қабырғалар қайысқан Аманжол ақсақал мен Ақмарал бәйбішені, іргелес көршілер мен байырғы жолдас жоралары алма кезде көңіл шайға шақыра бастады. Бастапқыда екеуі түрлі-түрлі сылтау айтып, ат тондарын ала қашатын. Артынан жанашыр жұрт қайғымызға ортақтасып, шын ықылас пейілмен дәмге шақырып жатқанда, неге бас тартуымыз керек деп ойлады. Сол көңіл шайға барған үйлерінің бірінде жиналған адамдар бастапқыда мың бұралған ауа райын, орыс пен Украина арасындағы соғыстың созылып бара жатқанын, базардағы шарықтап кеткен бағаны тиіп қашып тілге тиек етіп отырған. Көп ұзамай солардың біреу Құранға қарап бал ашатын бір керемет сәуеге жайлы сөз қозғасын.
Алдағын алла біледі, көріп кел, бар кел, балгер құмалақшыларға бару үлкен күнә, аллаға серік қосу, деді келген қонақтардың бірі жақтырмай. Сол-ақ екен, бағзы көршілер жан-жақтан өз ой-пікірлерін жапырлай ортаға сала бастады. Ой, біздің діндарлар ән салуды да, сурет салуды да күнә дей ме? Бала кезімізде малы жоғалғандар құмалақшы балгерлерге баратын. Құран оқи отырып, қара суды теріс ағызатындар жайлы оқып ем. Малдың қу жауырына қарап отырып, алдағы қыстың күн райын керемет болжайтын мықты сәуегейлер болған ғой баяғыда. Психикалық ауруларды емдеуге қазіргі медицина қауқары жетпейді. Жынданып кеткен небір сырқат адамдарды ерте заманда тек қасиеті күшті бақсылар ғана емдеп жазыпты. Біздің бала кезімізде ауылымызда сынықшы бір әже болды. Жеті атасынан бері тұқым қуған сынықшының ұрпағы еді. Ол кісі қыста шанамен жотадан сырғанап, ойнап жүріп, трактор басып кеткен баланы қол-аяғын ақырын сипап отырып салып берген. Кейін жерге аяғы кеңігесін әкесі аудандық ауруханаға барып рентгенге түсіртсе, быт-шыт болған уақ сүйектеріне дейін орын-орнына түскен екен. Қазір сол жігіт аман-сау, балдақсыз-ақ шауып жүр, деді төрде отырған шалдардың бірі. Иә, ондай кісілерден күнә деп теріс айналу меніңше дұрыс емес. Жаратушы жалғыз иеміз, олардың бойына елде жоқ ерекше қасиетті бекер берді дейсің бе? Қиындыққа тап болған мұқтаж адамдарға көмектессін деп берген шығар. Сондықтан олардың айрықша қабілеттерін орнымен пайдалану керек деп, кеш соңында қонақтар бір мәмілеге келгендей болды. Үйге келген соң 2-3 күнге дейін қалың ой құшағынан шыға алмай жүрген Ақмарал бәйбіше, сен қарсы болмасаң, мен әлгі жұрт айтып жүрген көріпкелге барайын. Құран аштырып Маратжанды кім өлтіргенін сұрайып көрейін. Егер шынымен де қасиеті мықты болса, баламыздың ажалына кім себепкер болғанын айтар, деді. Қаншама жыл облыстық газетте тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактор болған Аманжол Ахметұлы біздің көріпкел жағалап жүргенімізді таныс біреулер көріп қалса қайтеміз деп, ойланып, жүз толған бірнеше күн үнсіз жүрді. Ақыры жалған намысты қойып, жұрт не ойласа соны ойласын, қашанғы басқалардың қас-қабағына жалтақтай береміз деп, бәйбішесінің көңілі үшін сәуегеге баруға келісім берді. Оның бір өзін жібергісі келмей, әркімнен сұрастыра жүріп, әзердегенде қалаға іргелес ауылдардың бірінде тұратын көріпкелі әйелдің үйін тапқан. Тал терегі мол, тып-тыныш көшенің басында қос қабат зәулім сарайда тұрады екен. Кең ауланың бір шетінде кісі қабылдайтын шағын үйшігінің кірер аузы қаптаған адам. Тіпті ине шаншар жер жоқ. Кезек күтіп отырғандардың бір-біріне сыбырлас айтқан әңгімелеріне қарағанда, көбі күйеу көзіне шөп салған келіншектер мен жігіті тастап кеткен қыздар сияқты. Сақалды басымен солардың ортасында отырғанына қымсынған Аманжол Ахметұлы тіпті келгеніне іштей өкіне бастады. Шешінген судан тайынбас, ақыры келді қой, сабыр сақтайын деп өзін-өзі қолға алғаны сол еді. Түпкі бөлменің есігі айқара ашылып, қасы көзі қап-қара көрікті келіншек басын қылтитты. Бет пішімі ұйғыр не түрік ұлтына келеді екен. Емшінің көмекшісі шығар деп жорыды бұл. Қазір сіздер кезексіз кіріңіздер, деді таза қазақша. Екеуі асығып-аптығып, сүрініп-қабынып, іркес-тіркес табалдырықтан аттады. Қақ төрдегі биік үстелдің басында жаңағы жас әйел отыр екен. Екі жағында жіп-жіңішке екі шырақ лып-лып етіп жанып тұр. Бұл бөлменің де қабырғаларына алтын әріппен жазылған арабша сөздері картинка ұқсатып, қатар-қатар іліп қойыпты. Сірә Құран сүрелері болар деп жорыды. Жеке суретін әкелдіңіздер ме? Деді ол бірден. Ерлі-зайыпты екеуі бір-біріне жалт қарасты. Телефонымызда бар ғой, қазір деп Аманжол Ахметұлы қалбалақтап, сасқалақтап, қолында қалта телефонын ашып, баласының фотосуретін тапқанша қатты абдырады. Ақ орамалды көріпкел әйел суретке кіріп қақпастан қадала қарап отырып, ерні күбірлеп Құран сүрелерін оқи бастады. Сосын көзі жасаурап, даусы дірілдеп, балаңыз кісі қолынан мерт болған екен деп аз-кем үнсіз қалды. Сәлден соң кешіру де, түрмеге қамату да өз қолдарыңызда. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір-ақ қадам, деді сенімді үнмен. Естіген сөздердің бойларына сіңіре алмай, қос қария меңірейе отырып қалды. Келес адам кіріңіз деп дауыстады сәуегей. Ертеңіне Мараттың тергеуші жолдасы ойда жоқта үйге қоңырау шалып, амандық саулық сұрасты. Аманжол Ахметұлы, орталық саябаққа жалғыз өзіңіз келе аласыз ба? Бір әңгіме бар еді, деді. Жазған құлда шаршау бар ма? Бұл құнжыңдап дереу сыртқы киіміне жармасты. Телефон соққан кім екен, деді кемпірі. Ой, кім болушы еді? Бір банктен хабарласты. Кредит аласыз ба, деді. Кредиті құрсын, оны қайтемін, деді. Бұл түбіт шалғысын мойнына орап алып жатып,
ау отағасы, қызбен кездесуге баратын жас жігіт құсап тәуір киініп қайда кетіп барасыз, деді Ақмарал бәйбішесі кекесінен. Үйде отыра-отыра ішім пысып кетті. Көшеге шығып қан таратып саябақта біраз серуендеп келсем бе дегем, деп күмілжіді ол. Ертерек айтпадың ба, мен де бірге шығатын едім ғой, деп күңкілдеді Ақмарал ханым. Ой бәйбіше, сені білемін ғой, ырғалып жырғалып үйден шығамын дегенше күн батып кетер. Одан да әлпеш сабақтан келген соң екеуің Мая әкелінің хал жағдайын біліп келерсіңдер, деді де зып етіп үйден шығып кетті. Енді сәл бөгелсе жұбайы етегінен ұстап жібермей қалардай жанталасып такси ұстады. Шақырған уақытысынан бұрын барған екен. Жапырақтар түсіп сидиып құр қаңқасы ғана қалған зәулім ағаштарды ұзақ аралады. Көптен өз ойымен өзі оңаша қалған осы еді. Айпырмай, жалғыз өзімді неге шақырды екен? Кемпірімнен жасырып маған не айтпақ болды екен, деді ішінен. Біреу күткен кезде уақыт өтіп бола ма? Тұла бойын, қойны қонышын күзгі қара суық тіміскілей тінткен сонша қол-аяғы тоңып, тісі-тісіне тимей, күллі денесі қалтырай бастады. Жерге тапталып алды. Шіре бастаған қарала, сарала қалың жапырақты кешіп, терең ой үстінде келе жатқан таныс жігіт алыстан көзі шалған оның жүрегі солқ ете түскендей болды. Өлер балам өлді, енді неден қорқам? Алланың басқа салған сынағын қасқайып тұрып қарсы аламын деп ойлаған ол бойындағы бар күш-қуатын жинауға тырысты. Аманжол Ахметұлы, аман сау жүрсіз бе? Апамыз қалай, деді қол алып амандық сұрасқан тергеуші жігіт байыпты мен. Шүкіршілік етіп отырмыз ғой, деді барынша шайбарқат көрінуге тырысып. Келгеніңізге көп болды ма? Суық тиіп ауырып қалмаңыз әйтеуір. Жүріңіз, жақын маңдағы бір кафеге барайық. Ыстық чай ме, кофе ме бірдеңе ішейік, деп тергеуші жігіт бәйек болсын. Жарайды қарағым, барсақ барайық, деді бұл сөзін құптай кетті. Бір аққұман сүтті шай мен ыстық самсаларға тапсырыс беріп, жайлы орынға жайғасқан соң Аманжол Ахметұлы, не жаңалық айтасың қарағым, деп қасындағы жігіттің көзіне қадала қарады. Бірі жақсы, екіншісі жаман. Қайсынан бастайын, деді ол ыстық шайын қолында қасығымен асықпай былғап отырып. Ақсақал аз кем ойланып қалды, сосын: жақсы хабарынан бастай бер, жаманат қайда қашар дейсің, деді. Сүйінші Мараттың Мұрат деген 3 жасар ұлы бар екен, деді тергеуші жігіт ақырын, бірақ анық үнмен. Басқаны күтсе де мұндай жаңалықты күтпеген Аманжол ақсақал не күлерін не жыларын білмей сасқалақтап қалды. Баланың анасы Құралай деген қазақ қызы, Мараттан 10 жастай кіші. Ол да дәрігер ме екен, деді аузына басқа сөз түспей. Жоқ, журналист, сірә Мараттан сұхбат алуға келіп бір-бірін ұнатып қалған-ау, деді тергеуші жігіт ыстық шайын үрлей отырып. Ал ақсақал болса тас мүсін құсап қақшиған қалпы отырған орнынан қимылдауға қаймықты. Тіпті өз құлағына өзі сенбеді. Бұл да бір тәтті түсім болмаса жарар еді деп ойлады. Артында шаңыраққа ие болар ұлы қалыпты, соған да шүкір етіңіз, деді жанындағы жігіт. Аманжол Ахметұлы көзінен ыршыған мөлдір тамшыларға ие бола алмай қалды. Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай болған ол. Шүкір Аллаға, мың да бір сан шүкір, деп күбірлеп, екі көзінен тарамдала аққан ып-ыстық жасын сүртпестен үн-түнсіз ұзақ отырды. Енді жағымсыз жаңалығымды айта бер қарағым. Ұзаққа созылған үнсіздікті оның сәл қарлығыңқы үні бұзды. Тергеуші жігіт көз әйнекті арық шалдың бетіне зер сала байыппен қарады. Сосын: Мараттың үйіне жақын маңда автотұрақтың және азық-түлік дүкенінің сыртқы бейне бақылау камераларын тексердік. Марат әйелін чемоданын үйге кіргізе салып өз көлігіне асығыс мініпті. Іле-шала Мая Борисовна да сыртқа атып шығып, үйдің тап қасынан жанұшыра такси ұстап, күйеуінің ізіне түскен екен, деді күмілжи отырып. Жоқ, олай ол мүмкін емес, ол жала. Ол екеуі бірін-бірі өлерде жақсы көріп қосылған, деді Аманжол Ахметұлы ышқына дауыстап. Мен сізден бұрын алдымен Мая Борисовнамен жолықтым. Күйеуінің басқа жанға көңіл ауған ол көптен бері сезіп жүр екен. Сол қанды оқиға болатын түні Мараттың ізінен қалмай таксимен ілесе отырып, әлгі журналист қыз тұратын үйдің жанына барыпты. Мараттың машинасы тоқтай бергенде бірден көлігіне баса көктей кіріпті. Қызғаныштан қаны қарайып, көзі түк көрмеген ызалы әйел ашу үстінде өз-өзін ұстай алмапты. Үйден шығарда қолына іліккен ас үй пышағын бірден күйеуінің қақ жүрегіне соқты. Қанша дегенмен адамның жанды жерлерін жақсы білетін дәрігер емес пе? Қаны әбден атқылап, соңғы тамшысы сарқылғанша тапжылмай отырып, есіктің тұтқасын өз қолының ізі қаладау деген жерлерін бәрін мұқият сүртіпті. Сосын қан шашыраған өзінің ақ плащын шешіп, ішкі астарын сыртқа айналдырып, білегіне іле сала жан ұшырып үлкен көшеге шығыпты. Өзінің айтуынша бірден такси ұстап келген ізімен кері қайтыпты. Машинаның алдыңғы есігін әдейі ашып кеткен екен. Көшеде қыдырып жүрген біреулер көл-көсір қанға малшынып жатқан адамды көріп, жедел жәрдем шақырыпты. Дереу полиция да жетіпті. Ол үйге келе сала қанға былғанған сырт киімнің сабы мен жүзіне
қатқан өткір пышағын бір целлофан қалтаға салып сырттағы қоқыс жәшікке апарып тастапты. Бұлтартпайтын дәлелдер келтіре отырып бар кінәсін мойнына қойдым деп талайды көрген тергеуші жігіт бір сарынды қатқыл үнмен: жарын жанындай жақсы көретін жалғыз келіннен тап осындай қатыгез күтпеген Аманжол ақсақал есінен танып қала жаздасын. Кеудесін тепкілеген байғұс жүрегін қос қолымен ұстаған қалпы тастай қатып қалды. Көзінен бір тамшы да жас шыққан жоқ. Сірә бағана сүйінішті хабар естіп егіл-тегіл еңірегеннен сарқылып қалдым екен. Қарағым, деді біраздан соң тілге келіп, дүнияда намыс тапталып бойын сұмдық қызғаныш билеген әйел затынан қауіпті ешкім болмайды екен ғой. Соны осы жасқа келгенде енді ұқтым, деді көзін бір нүктеге қадаған қалпы. Әлпешімнің жүрегін одан әрмен жаралағым келмейді. Өзі де ауыр қайғыдан еңсесін көтере алмай жүр. Енді оның шешесін түрмеге қаматсақ, әкесі тіріліп келе ме? Ой аға, осындай адам айтқысы ауыр қылмысқа барған күнәһар әйелді жазаға тартпай жайдан-жай жібере саламыз ба сонда? Ар жазасы бар жазадан ауыр дегенде ертеректе бір кітаптан оқып ем. Бейшара әйелдің онсыз да ар жазасынан азап шегіп күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылғаны түрінен көрініп тұр ғой. Тірі аруақ сияқты. Өзің ойлап қарашы. Дені сау адам жайдан-жай психдиспансерге бара ма? Бәлкім жүйкесі ауыратындардың ауруханасына жатсам түрмеден құтылармын деп ойлаған қолы шығар. Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын қарағым. Ерте ме кеш пе бәріміз де ұлы жаратушының алдына барамыз, сонда ол өз күнәсі үшін жауап берер, деді Аманжол Ахметұлы кесімді үнмен. Тергеуші жігіт не айтарын білмей қос қолмен шекесін уқалай берді. Айтпақшы, маған әлгі журналист қыздың мекен жайы мен телефонын жазып берші қарағым. Алла ғұмыр берсе, енді бойдағы бар күш-қуат жиған тергенімізді кішкентай Мұратжанға жұмсаймыз. Баламыздың артында қалған тұяғы ғой. Тездетіп үйге барып әжесін қуантайын деді, орнынан серпіле сергек тұрды. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.